Самсаның қамырынан ұн, сары май, жұмыртқа, айран, ас содасы және тұз қажет. Алдымен ұнымызға сары майымызды салып араластырамыз. Біздің сары майымыз үй температурасында болуы қажет. Сары майымыз ұнға сіңіп кеткенше араластырамыз. Ортасын ашып, айранымызды, ас содамызды саламыз. Көпіршігенше жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң үстіне тұзымызды, жұмыртқамызды салып, тұз ерігенше жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығы ергенде қамырымызды илейміз. Қамырымыз қатты және қатты жұмсақ болып кетпеуі қажет. Осындай болуы қажет. Қамырымыз дайын. Енді фаршымызды дайындаймыз. 400 грамм етке 2 пиязды ашып, жуып тураймыз. Әркім өзінің ыңғайлы затымен турауға болады. Мен әлі кіші болғандықтан пышақпен жұмыс жасауға көп рұқсат бере бермейді. Сол үшін блендермен пиязымды турап алдым. Енді үстіне тұз дәмдеуіштерімді салып араластырамыз. Фаршымыз дайын. Енді қамырымызды аламыз. Ішінде дрожь болмағандықтан қамыр дайын тұр. Бірнеше бөліктерге бөліп, барлығын домалақтатып шығамыз. Барлығын домалақтатып шыққаннан соң қамырымызды жаямыз. Жан-жағын жұқалау қыламыз, ал ортасын қалыңырақ қылып жаямыз. Дайындап қойған фаршымызды қамырымызға саламыз. Оны екі бүктеп, жақсылап жапсырамыз. Сонда біздің самсамыздың суы, майы ақпай әдемі болып піседі. Әртүрлі түрде түйуге болады. Маған осылай ыңғайлы, сондықтан мен осылай өзім түйдім. Сіздерге қалай ыңғайлы, өздеріңіз түйсеңіздер болады. Жұмыртқаның сарысына сүт қосып, самсамыздың бетіне жағамыз. 200 градуста 25 минут піседі. Самсамыз пісті. Сіздер де жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды белгілеңіздер.